6 сынып оқушылары, бүгін сіздермен 6-24-26 есептерді толықтай талқылайтын боламыз. 24 есепте 4,45 және 13,1 ондық бөлшектердің арасында орналасқан барлық натурал сандарды кему ретімен жаз дейді. Демек бізді бүтін сандарды алып алайық. 4 және 13. 4,45 примерно мына нүкте болатын болса, 13,1 мына нүкте болады. Енді осы нүктелердің арасындағы натурал сандар дейді. Натурал сан дегеніміз ол негізде бүтін сандар, күнделікті өмірде пайдаланып жүрген. Демек, 4-тен кейін неше бүтін тұрады? Арасындағы деп тұр 5 бүтін. 13-тен кейінгі санды аламаймын, себебі мына аралықты ал деп отыр. Демек, мен мына 16 бүтін сан неше тұрады? 12. 5 пен 12-ні кему ретімен жазып шығамын. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 кірмейді, себебі 4-тен кейінгі не тұр бізде? 5 бүтін тұр. Енді бұл бірінші есеп. Екінші бізде 2,3 және 9,1 ондық бөлшектер арасында орналасқан сандарды, натурал сандарды өсу ретімен жаз дейді. Так, бізде мына жерде примерно 2 бүтін болса, мына жерде 2,3 болады. 9,1, мына жер 9 бүтін болса, 9,1 бұдан кейінгі мына нүкте болады. Енді бізге айтады 2,3. 2-ден кейін бізде неше бүтін тұрады? 3 бүтін тұрады. 2 мен 3-тің арасында 2,3 бар. Демек, 3 пен мына 9-дың аралығындағы 9-да кіреді. Аралығындағы сандарды біз теріп жазамыз, яғни өсу ретімен 3, 4 кіреді, 9 кіреді, есте сақтайық. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі 6,25 есеп. 6,25 есепте бізде не айтып отыр? Бізде айтады осы екі көршілес натурал сандардың арасында орналасқан дейтін ондық бөлшек қандай көршілес дейді. Мысалы 5,16, 5,16, 5 болса 5,16. Яғни 5 пен 6-ның аралығында орналасады. Сол сандарды бер дейді. Яғни бізде қос теңсіздік шығады. 5 бүтін біріншісі, 5-тен кейін ондық бөлшегіміз, сосын 6 бүтін. Демек, бізде натурал сан дегендіктен бүтін сандарды аламыз. 5,16 5-тен үлкен, бірақ 6-тан кіші деп аламыз. Екінші, 11,1, 11,1, 11-тен үлкен, бірақ неше бүтіннен кіші болады. Одан кейін қай сан тұрады бізде? 12 бүтін. Келесі үшінші, 25-тен үлкен болып тұр. Демек, 25 бүтіннен үлкен, 25 бүтін 1091. Өтіртеген 3 цифр тұрса, онда 3 нолы бар, мұнда айтамыз. 25 бүтіннен үлкен сан, ол бізде 26. Келесі төртінші, 101 бүтін, 101 бүтін, 199, 101-ден үлкен, бірақ неше бүтіннен кіші болады? Әрине, 102 бүтіннен кіші болады. Қос теңсіздік шықты. Келесі 6,26-да мына қос теңсіздік дұрыс болатындай етіп, ондық бөлшектерді жаз дейді. Мына жерде 1,3, мұнда 35 бүтін, қос теңсіздікті жазған кезде кішкене өте оңай негізінде, бірақ кішкене ғана ойлансақ болды. Демек, мұнда болса 35 бүтін, бір сан, мұнда 3. Одан кейін екеуінің арасында қандай сан қалып қалды? Сіздер осы ортаға жазыңыздар, менікі сыймай жатыр, мен астына жазам. Екіншісі жауабы 35
1 мен 3-тің арасында 2 бүтін жатады. Кез келген санды алсаңыз болады. Мысалы, мен 27-ні ала салайын. Үшінші 8 бүтін екен екеуі де, онда 8 бүтіннің өзі жазылады. 2 мен 7 аралығында қай сан жатады? Кез келген санды. Мысалы, 4-ті алсам, 8-ді ала салайын. Кез келген 2 таңбалы санды аласыз, бірақ яғни 30, 40, 50, 60-тан басталатын мына жерге сан жаза аласыз. Себебі бұлар салыстырғанда 2 және 7 бірінші тұрған сандар арқылы салыстырамыз. Келесі 4-ші 11, 12 бүтін болып тұр. Онда мен 11 бүтінді немесе 12 бүтінді алсаңыздар да болады. 12 бүтін 10-нан 1-ді алсаңыз болады. Немесе 11 бүтін 10-нан 2-ден бастап 12 бүтін 10-нан 1-ге дейінгі аралық санды аласыз. Келесі 5-ші менде 42 бүтін және 44, онда 43 бүтінді аламын. Кез келген 3 таңбалы санды жаза саламын. 925 деп жаза қояйын. Келесі 6-шы 90-91 бүтін. Екеуі де 100-ден 5 болып тұр. Яғни 90 бүтін 105-тен үлкен. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 ке дейінгі кез келген санды ала аласыз. 90 бүтін, мысалы 85-ті алайын.